Көп адамдар Сан-Марино деп аталатын кішкентай мемлекеттің бар екенін де білмейді. Олай болса, неге бұл ел әлі күнге дейін бар? Сан-Мариноны 301 жылы Ауле Маринус негізін қалады. Ол қазіргі Хорватиядан Диоклетианды қудалау кезінде қашып, ақырында Италияға жетіп, католиктер үшін Монте-Титанның жанында қауіпсіз орын салуды шешті. Алайда Сан-Марино әрдайым қауіпсіз болған жоқ. 1739 жылы кардинал Джулио Альборони Сан-Мариноны басып алып, оккупациялады. Бірақ бұл папаның мүддесіне қайшы келгендіктен папа Альборониге елден кетуді бұйырды. Сан-Марино Италияны біріктіру қозғалысының жетекшісі Джузеппе Гарибальдиді австриялықтардан жасырып паналауға мүмкіндік берді. Кейбір деректерге сүйенсек, бұл көмек Гарибальдидің Италияны біріктіргенде Сан-Мариноның тәуелсіздігін сақтап қалуына түрткі болды. Сан-Марино тәуелсіздігі бүгінгі күнге дейін сақталып отыр. Себебі оны басып алудан ешбір басқыншы елге айтарлықтай пайда түспейді.